Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Рахмет, отырыңыздар. Сабағымызды бастамас бұрын сабақта кім жоқ екенін түгендеп алайық. 11 татбиқатқа тобы бүгін барлық сабақтар түгел. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздермен серпіп алу үшін сәлемдесу ойын ойнайық. Мен сіздерге жақындайын. Бұл ойынды топ-топпен ойнаймыз. Мен сіздерге қазір шаршы беремін. Шаршыда әр мемлекеттің сәлемдесуі көрсетілген. Сіздерге қандай мемлекеттің сәлемдесуі түседі, сол бойынша бір-бірлеріңізбен амандасамыз. Ахмет, мен сенімен амандасып жатырмын. Бұл бізде Малайзияның сәлемдесуі. Білім алушылар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздермен топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін бір кесе шай әдісін қолдану арқылы сіздер топқа бөлінесіздер. Бұл жерде кесе мен шай берілген. Шайды алсаңыздар, сіздердің топтарыңыз көрсетілген. Сол топ бойынша қазір берілген кеселерді алып, топ-топқа отырасыздар. Білім алушылар, сіздермен топқа бөлініп алдық. Енді біз жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымызды бастау үшін мен сіздерге қазір жұмбақтар жазырамын. Сол жұмбақтарды табу арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Шеге жайып кептірген, өзі қышқыл түсі ақ, сорсаңдарды түсі ақ, жаңғақтай ақ домалақ. Жауабы кім біледі? Ягүннұр? Жұмбақтың жауабы бізде құрт. Жақсы, отыра ғой. Білім алушылар, бүгінгі тақырыпты дұрыс таптыңыздар. Бүгін бізде дәстүр мен жаңашылдық, құрт, ірімшік және жентен заманауи печенье әзірлеу. Сабақтың мақсаты дәстүр мен жаңашылдықты байланыстыру, қазақ асханасындағы дәстүрлі ингредиенттерді заманауи аспаздық тәсілдермен үйлестіре отырып, жаңа рецепттерді әзірлеу. Печенье ұннан жасалатын кондитерлік өнімге жатады. Негізгі шикізаттары қант, май, ұн. Ал қосалқы шикізаттарына әртүрлі өнімдер қолдануға болады. Құрттың түрлері: жас құрт, сықпа құрт, ақ құрт және де құрттың әр түрлері бар. Жеп жасалатын негізгі өнім сөк. Сөкті диірменге тарту арқылы жасайды. Диірменге тартылған сөкке қант, май, ірімшік қосу арқылы дайын өнім аламыз. Қазір біз сіздермен печенье дайындау барысымен танысатын боламыз. Видеоға назар аударсаңыздар. Қайырлы күн, құрметті студенттер. Жұмыртқамызды, қантымызды салып, бүгінгі дайындайтын өнімдеріміздің технологиялық картасымен таныссақ, бізде жаңа сабағымызды қорытындылау үшін сіздермен ойын ойнайық. Дұрыс. Тездетеміз, бізде уақыт шектеулі. Дұрыс. Біз сіздермен жаңа сабағымызды қорытындыладық. Енді біз серпіту сәтін жасасақ, серпіту сәтіне бізде қазақша ойларды қимылмен жаса атты ойыны. Қазір біз сіздермен лабораториялық жұмыс жасауға, лабораторияға кіретін боламыз. Ең алдымен лабораторияға кірмес бұрын техника қауіпсіздік ережесін сіздермен бірге қайталап алсақ. Техника қауіпсіздік ережесі бойынша біз бас киімімізді қалай киюіміз керек? Кім жауап береді? Сен? Бас киімді киген кезде шаш шықпау керек және дұрыстап кию керек. Жақсы, отыра ғой. Форма құрғақ әрі таза болу керек. Кондитер өндірісінде осындай сырға, сақина, әшекей бұйымдармен кіруге рұқсат етілген бе? Жалпы ережесін кім айтады? Фатина? Яғни кондитер мамандығында мүлдем қолда әшекей бұйымдар болмау керек және де саусақта тырнақ болмау керек. Дұрыс айтасың.
Бұл сурет бойынша қандай техника қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек? Я, аяулым? Пешті ашатын кезде арнайы қолғап кию керек, және пешті бірден ашуға болмайды. Я, дұрыс айтасың, отыра ғой. Сіздермен техника қауіпсіздік ережесімен таныстық. Енді қазір техника қауіпсіздік журналына қол қойып, содан кейін лабораторияға өтейік. Білім алушылар, біз сіздермен жаңа техника қауіпсіздігін қайталап өттік. Техника қауіпсіздігін сақтай отырып, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес келетін печеньелерді мен сіздерге бөліп бердім. Сол бойынша қазір сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші топ, бүгін сіздер құртпен печенье дайындайсыздар. Екінші топ, ірімшікпен печенье. Жұмысымызды бастайық. Шикізаттар осында, келіп өлшеп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің печеньеларымыз дайын. Енді печеньеларымыздың органолептикалық көрсеткішін анықтау үшін сіздермен бірге кабинетке барсақ. Қазір біз сіздермен дайын өнімнің органолептикалық көрсеткішін анықтайтын боламын. Мен сіздерге қағаз таратып беремін, сол бойынша бағаласаңыздар. Печеньені шығып тұр ма? Иә. Иісі өзіне тән. Жұмсақ ортасы қандай бізде? Біркелкі несі. Иә, жұмсақ ортасы. Біз органолептикалық көрсеткіштерді анықтап болдық. Ал енді бір-бірімізді бағалайық, иә? Екінші топтан бастасақ, Әсем? Біз органолептикалық көрсеткіштер бойынша иісі дәмі өзіне сай 85 балл қоямыз. Өйткені оны көп сияқты көрінді және майдың дәмі қаттырақ. Қатты білінеді, иә? Аха, жақсы. Келесі, үшінші топ, сіздерге қай топтың печеньесі берілді? Екінші топ. Лептикалық көрсеткіш бойынша бүкілі сай келіп тұр, иісі, түсі, дәмі, формасы, жұмсақ ортасы. Сондықтан біз 90 балл қойдық. Бұл жақта бүкілі де сәйкес келіп тұр. Ешқандай несі жоқ, минусы жоқ. Ешқандай минусы жоқ дейсіздер, иә? Жақсы. Дәмі қалай екен? Дәміне келетін болсақ, құрт пен шоколадтың үйлесімі өте ерекше екен, дәмі де өте ерекше. Бірінші топ, сіздер үшінші топты қалай бағалайсыздар? Біз үшінші топта 85 балл бағалаймыз, себебі бұл жерде формасын дұрыс сақталмаған, және де дәмі ерекше. Дәмі ерекше болған үшін 85 балл қоясыздар, иә? Жақсы. Ал студенттер, жаңа сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылау үшін мен сіздердің алдыларыңызға асықты ұсындым. Асыққа өздеріңіздің бүгінгі сабақтан түйген ойларыңызды және де сұрақтарыңыз болса, соны жазсаңыздар болады. Кері байланыс бойынша қоржындар берілген. Жасыл қоржын барлығын түсіндім. Қызыл қоржын еш нәрсе түсінбедім. Сары қоржын сұрақтарым бар. Кері байланыстарыңызды осы бойынша келіп қоржындарға салсаңыздар. Бүгін сабақтағы жемпен печенье істеуді үйрендік. Печеньенің ішінде жент ерекше сезілді. Және де құрт пен шоколадтың үйлесімділігі ерекше дәм екенін. Жақсы, сала ғой. Бүгінгі сабақта мен түсіндім, что мөлшерден көп салып жүрмеу керек. Және де маған бүгінгі сабақта бүкілі ұнады. Печеньелер өте дәмді шықты, бірақ мөлшерге қарау керек. Ал құрметті студенттер, біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымыз аяқталмас бұрын сіздерді бағалайын. Бізде бүгін топтық жұмыс болғандықтан сіздерді топ бойынша бағалайын деп тұрмын. Жалпы бірінші топ жақсы жұмыс жасадыңыздар, сіздерге бүгінге 85 балл. Екінші топ сіздерге 90 балл, үшінші топ сіздерге 85 балл. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақта өздеріңізге қажетті мәліметтер алды деп ойлаймын. Жұмысы қазақтың ұлттық тәттілері туралы Canva қосымшасы арқылы презентация жасау. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.